Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ағайын, бауырлар. Кеше мынандай бір жағдай болды, соны сіздермен бөлісе кетсем. Көпшілік адамдар жалпы намаз оқысын, оқымасын, тойда арақ болмаса ғана жеткілікті деп есептейді. Тойдың халал болып есептелу үшін, адал болып есептелу үшін, тойда тек арақ болмаса жеткілікті деп есептейді екен. Дұрыс, арақ болмау керек жалпы негізі. Ол арам, бәріміз білеміз. Бірақ онымен шектеліп қалынбайды. Тойдың толық халал өтуі үшін міндетті түрде арақ болмау керек. Бірақ оған қоса тағы болмау керек дүниелер бар да оның қасында. Мысалы, музыка болмау керек ол жерде. Қандай музыка болсын, дүңкілдететін, билететін, адамды орнынан тұрғызатын, сондай дүңкілдеген музыка болмайды. В общем айтқан кезде, ол харам, олда ешқандай талас жоқ негізінде. Себебі ана жерде музыка дүңкілдеген жерде тойда еркек пен әйел билейді, бір-бірін, бөтен әйелмен, бөтен бір әйелдің күйеуі билейді, еркек пен әйел бір-бірімен. Сол үшін ол харам 100%. Оны талас жоқ, ол ешкім дәлел әкеле алмайды да оған. Біріншісі арақ, екіншісі би, үшіншісі әйел мен еркектер бір жерде отыруы, бір дастарханда. Ол дұрыс емес. Әйелдерге бөлек бір бөлме болу керек, еркектерге бөлек бір бөлме болу керек. Мысалы, ресторандарда, тойларда, мысалы, бірінші этаж, екінші этаж дейтін болады. Мысалы, бірінші этажында еркектер болса, екінші этажында әйел адамдар болса, және де арақ болмаса ол дастархандарында, және де музыка болмаса, онда айтуға болады. Есінімле ұстаз айтқандай, егер арағы болмай музыкасы болса, оны халал деуге келмейді да, полу халал, жартылай халал десе дұрыс болады иншалла. Алла жақсырақ білуші. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.